Саламатсыздар. Бүгін мен атым Федерация. Бүгін біз өзіміздің бүткі домыздамыз. Қараңғы басты. Бұл 3-ші бөлім. Бұл 3-ші бөлімде біз не істесек болады? Бізде қазір қараңғы болып тұрды. Бізде свет жоқ. Мен әлі битінекпін, достар. Мен кейін бір нормально болам. Қазір мен битінекпін, сондықтан менде қағаздай. Менде мясо бар екен, керекті. Өйткені менде уже басқа мал жоқ. Түн көрмей отыр, достар. Астығы қарап қасылайды. Ой, достар, сіздермен верстан қойдым. Ал енді бізге пеш керек. Бізде өзі нені бар екен? Ағашты тратить етуге қарайық. Комнатамызда жарық болып тұрған кезі осындай жарықтыққа жарылықты. Бірінші тамақтарым хпымды толтырып алайық. Мясо варкамыз. Бір каменді не тек кеткен. Бізде қараңғы ғой, достар. Бізде дым жоқ қой. Біз бетінекпіз. Қайттан қараңғы болды. Біз бұл қараңғыны пережить ету керек. Так, мен бұл жақта мына кирканы жертвовать етемін. Мынаған әлі бұл не бітпей тұрғанда сразу не жасы. Уже бітті. Біздің верста қайда? Бізде пешкада не етеміз, достар? Ойбай! Тапқанды не істеймін? Ағайынды осы уақытқа дейін камен көз болмаса болмайды. Тез-тез қараңғы болып тұрғанда тез-тез.
бердім. Университетіміз. Так, енесеміз осы түнде. Енді тапыр жасайық. Енді бізде тапыр бар. Нормально. Қарным ашып кетеді екен. Тойдырып аламыз қарнымызды. Күн ашылайын деп қалыпты. Күн деген ашылу керек же. Мен айды шығуым керек. Заттарын жинай берейін. Мына берсе тұра берсін. Таң атты. Бізге осы уақытқа дейін тезірек көп ағаш барлығын қалқы керек. Енді маған шахтаға бару керек осы. Маған енді ағаш бөлгенде шахтаға бармаса, ата менде дым жоқ. Бізде шахта қай жақта? Бізде шахта толы болмасам. Мен мына жақта үй жасап отырған едім, бірақ оған маған уақыт керек. Тамақ та керек. Біздің үй ана жақта екенін білемін. Ең бастысы. Мынандай озеро таптым. Уголь. Ол бізге өте керек. Мен өкінішке орай түнде жүре алатындай мықты емеспін. Достар, мына біздің ең бірінші уголіміз. Өзімізге блоктар керек. Дыхание кетіп қалды. Угольдарды накопить ету керек. Достар, маған өлмеу керек. Так.
Енді бізде угіл бар. Достар, енді біз өзімізге бір үйіміз бар еді. Соған не? Енді бізде свет бар болу керек. Өйткені бізде одан палкірсе аламыз. Енді біз светпен боламыз. Негізінде ағаштан да жасауға болатын еді ғой угілді. Мен ойламаппын ғой. Костер. Достар, костер болған себебім енді бізде свет болады. Тағы бізде бір есік болады. Есік бар еді ғой, иә? Үйімізді ішіне нормально қыдырып жасадық. Сылтап қоямыз. Мына жаққа біз миясамыз жарып кетеміз ғой. Қоямыз, жарып кетеміз. Қарным тойды, бірақ керек емес сылтап қоя салайын. Бұлар үй жасағанда керек болады. Миясам дайын болып тұр. Бізде үшінші бөлім бітейін деп қалды. Осымен үшінші бөлімді почти бітіретін боламыз. Келесі бөлімде көрсеміз деп айтам. 14:30-да бітеді біздің осы видеомыз. Осымен біз бүгін ең бірінші неміз алдық. Бізге енді овечкаларды өлтіріп, төсек алатын боламыз, түсінде күтпейтін боламыз. Просто ұйықтап тұра салып, өзіміздің ісімізді істей берсек болады. Бізге бірінші өте көп тамақ керек. Кен тамақ дегенде барлығы соглашаться етеді ғой. Еще көп ағаш керек біздің үйге. Біздің қазірше үйіміз будка үй деп атауға болады. Хотя бізде бір нәрсе бар. Миясаны жарып кете беремін. Көтені аламыз, қоямыз. Сосын келесі көтені бітеміз. Үйге де қойып кетеміз. Мен қарным тез ашады. Білмеймін. Қарным тез ашады. Негізінде сразу құрта беруге болмайды ғой, азықты. Сочный қылдырып бара жатыр да просто. Сочный. Так. Миясын қойып қоямыз. Өзімізге бір 4-еудей жетеді. Жеп етуге. Потом үйге барып өзіміз жейтін боламыз. Миясамыз болса. Енді азықтың проблемасы ешкене бітті, достар. Видео бітті. Сау болыңыздар, достар. Бүгінде менің атым Мықтыбек Расул. Келесі бөлімде күтіңіздер. Сау болыңыздар.